Құрметті қатысушылар, мінекей алдыларыңызда Инстаграмның интерфейсі ашылып тұр. Бұл интерфейсті қалай біз редактировать етеміз, яғни жаңағы логинімізді, имяны қай жақтан қалай, шапканы қалай жақтан қалай жөндейміз деген кісілерге түсінікті болсын деп, осы именно Инстаграмның өзінен көрсетуге ниет еттім. Енді қараңыз, редактировать профиль деген басасыз. Егер де мына жерде изменить фото профиля деп, новое фото профиля деп, мына жақтан мысалға логотипіңіз болса алып қоя берсеңіз болады. Одан кейін имя пользователя, мінекей логин, бұл жерде түсінікті, және ешкімде жоқ, босатау, жаңа айтқанымдай сондай болу керек. Дәл осы жерден өзгертесіз. Одан кейін сайт, бұл жерде өзіңіз жаңағы бизнес аккаунт ссылкаңыз немесе тап линкіңізді қоясыз. Одан кейін шапка, мінекей шапка деген ол биография деп аталады. Яғни осы жерде кімге арналған, яғни из Турции для детей, мінекей не сатасыз, жаңағындай натуральная кожа, ортопедик, уже детская обувь екен, түсінікті, да? И еще текстиль бар. Потом қандай ерекшелігіңіз бар? 1001 довольных клиент, например, и качество гарантируем, бесплатная доставка по РК деп жаздым. И потом әрекетке шақыру. Бұл жерде міне call to action, заявка деп, арғардай бір смайлик, төмен қарадан нұсқалған стрелка қойып кеткен болатын. Дәл осы жерден изменить ете бересіз биографияны. Одан кейін мінекей компания бизнес аккаунтқа қалай өту керек екенін тоже PDF форматта көрсетемін. Мінекей страница Алтынайбел Талипованың Facebook менен включить етілген настройкасы. Немесе подключить болмаса, менде де мінекей изменить деп тұр, солай далені басып изменить ете бересіз. Потом категория тоже личный блог, товар и услуга деген сияқты, покупка и розничная торговля деп өзгертесіздер. Менде розничная торговля деп тұр. Потом способы связи. Бұл жерде сіз почтаңызды, телефон номеріңізді, адресіңізді дәл осы жерден жазасыз. Барлығын осы жерден птичка көкті жағып көрсетіп кетесіз страницаңызда.